Енді бірінші тапсырма дейді, төмендегі математикалық өрнектер программалау тілінде жазуымыз керек. Мынаның барлығын экранға шығарыңыз дейді. 1, 2, 3, 4. Мынаның барлығын жазып шыққанымыз дұрыс па? Или уже үй тапсырмасы да жақындап қалған екен. Программалау тілінде жазу оңай. Көрдіңіздер, жаңа барлығын жазып шықтық. Жақшалардың ішіне жазып шықсақ та болады, болмаса тікелей жаза берсек те болады. Мысал ретінде мынаның ішіндегі ең қиын мынауысын алайын, үшінші тұрған нені экранға нәтижесін шығарайық. Бұл жерде x квадрат, y, a, b, t, z барлық мәндерін беруіміз керек екен бұған. Ол үшін не істейміз? Программамызды мына жерге қойып алайын. Так, мынаны кішірейтейін шамалы. Сөйтіп, экранын мына жерге қойып алайын. Так, бізде input жоғарыдағы нені ала салайын, float мәнін ала салайын. Мысалға, мына жердегі біреуін алам. С-ның орнына менде x. Бүкіл сандарын жаздыртып алайын. Так, жанына сразу жазып кете берейін. X. Одан кейін Y. Одан кейін X, Y, A, B, T, Z. Тағы да жазайын. Оған A дейін. Одан кейін тағы жазамын. B деймін оған. Қарап тұрсаңыздар, мен қос нүктелі түрді қойып кетіп жатырмын. Әр қатардың соңына келесі әріптер жазу үшін B кетті, T вставка жасай берем тағы дальше. Мына жерде B-ны енгіздік, T, X-тің орнына T-ны жазуды ұмытпаймыз. Қатесіз жазуды үйренейік. T, одан кейін бізде Z. X-тің орнына Z. Z. Enter'ды бассақ, бізде уже X мәнін сұрап тұр. X-ке біз 3 берейік. Y-ке 2-ні берейік. A-ға 5 берейік. B-ға 4 берейік. T-ға 1 берейік. Z-ке 3 берейік. Экранға барлық сандарды енгіздік. Одан кейін енді мына функцияны біз экранға шығаруымыз керек. Print. Print бұл, мына жерде екі жақша, printtің екі жақшасы. Одан кейін мына нәрсені сразу әдетке айналдырып алыңыздар. Мына жоғарыдағы жақша, мынау төмендегі жақша, Енді жоғарыдағысына келейік. Бұл жерде ABC функциямыз бар екен. ABC жақшаның ішіне функцияның мәні x квадрат қоса азайтамыз 5-ке. Енді бөлшектің астындағысына түсеміз. 3y барлығына көбейтіліп шығады екен. 3 көбейту y жақшаның ішіне. Так, мына жерге бір жақша шығайық, оны көбейтейік. Барлығына көбейтіліп шығады екен. Енді 5x, 5 көбейтілген x, бұл 4a қосу bt-ға қосылады екен. 5x, бұның өзін жақшаға алайық. Тағы да. Қосу, мынаны жазайық. Енді тағы жақша ашамыз. Бұл жақшаның ішіне 4 көбейтілген a қосылған b көбейтілген t. Енді бұл екеуі көбейтіліп азайтып, одан кейін азайту z дейді. Так, дұрыс жаздық па? Бір тексеріп алайық. 4abt бір жақшаның ішінде болу керек. Екеуін мына жақшаны мен дұрыс қойдым ба? Мына жақшаны, мынау жақшаны біз алып z-тің сыртына қоямыз. Өйткені мына жерге қояйық.
Нені жаздым? 4ABT ол екеуі мынаның үшеуі бірге болу керек. Мына үшеуі мына жерде x z болу керек, минус z болу керек. Бұның барлығы бір жақшада болу керек. Так. Мына жақшаның ішінде болу керек бұлар. Бұдан кейін 1, 2, 1. Так, мына жақша 3 жақша, дұрыс. Экранға нәтижесін шығарып көрейік. Нәтижесі экранға келді. Дәл осылай кез келген есептердің барлығын шығара берсеңіздер болады. Квадратты жазуды білесіздер. Мысалға x көбейтілген квадраты мысалға экранға 9 шықты. Мысалы біз x-ті жоғарыда 3 деп берген болатынбыз. Экранға нәтижесі шықты. ABC деп берсек, ABC функциясы, яғни модулі, мысалға x немесе z-ті берейік. Z-дің модулі 3-ке тең екен. Яғни модуль дегеніміз оң санын алу, сол сандағы. Дәл осы экранға нәтижені шығара берсеңіздер болады. Мына математикалық амалдардың барлығын экранға шығара берсеңіздер болады. Нәтижесін көріңіздер, тексеріңіздер өздеріңіз. Өйткені қазір мен жазу ұзақ уақытымды алады. Сразу есепке кетейік. Кірпіштің А, Б, С өлшемдері берілген. Осы кірпіштің көлемінің 2-ден 1 бөлігін, көлемін 3-ден 1 бөлігіне қосатын программа құрастыр дейді. Яғни бірінші біз бұның көлемін тауып алады екенбіз. Так, өлшемдерге осы кірпіштің көлемі. Бірінші көлемін тауып аламыз. Одан кейін оның 2-ден 1-не, яғни жартысына, осы кірпіштің көлемінің 2-ден 1 бөлігінің көлемінің жартысын оның 3-ден 1 бөлігіне қосатын программа құрастыруымыз керек екен. Яғни бұл жерде бұл тіктөртбұрышты параллелепипед дейміз ба? Сондайға келіп тұр. Бұл жерде формуласы бар менде қазір. Көлемін табу. Көлемі V тең A көбейтілген B көбейтілген S. Ауданы мынау, осы формулаға салайық. Бірінші көлемін тауып алайық. Так, A-мыз бізде ешқандай сан берілмеген, A, B, S. Хорошо. Біз осының программасын жазайық. Бізге A тең input. Так, бірінші оны intке айналдырып алайық, бүтін санға. Stringті бүтін санға айналдырып алайық. Input A тең деп жазып алайық. A-ны біз қанша деп береміз? Так, сурет A бізде кішкентай екен. 3-ке деп берейік. Дәл осыны көшіріп аламын. Сөйтемді A-ның орнына B жазам. Enter. B-мыз біздің жоғарыда кірпіш B шамалы үлкенірек болады екен. 7 деп берейін. Және S. Дәл осыны S деп жазып алайын. Көшіріп. S-мыз бізге қанша мән береміз? S биіктігіміз береткенбіз. 2 сантиметр биіктікте болсын. Яғни осының біз енгіздік. A, B, S-ны енгіздік. Енді біз осының көлемін тауып алуымыз керек. Бірінші очередь V тең A көбейтілген B көбейтілген S. Енді көлемін таптық. Көлемінің 2-ден 1 бөлігін тауып алуымыз керек. Оны 3-ден 1 бөлігіне қосуымыз керек, Экранға нәтиже осыны шығарып беріп тұр деп тұр. Шығар деп тұр. Бірінші printing. Сразу нәтижесін шығарайық экранға. Бірінші көлемінің жартысын тауып алуымыз керек. Жақшаның ішіне қосамыз оның 3-ден 1 бөлігіне, Так, бірінші көлемінің 2-ден 1 бөлігі, яғни қосамыз көлемнің 3-ден 1 бөлігіне, экранға нәтижесін шығаруымыз керек осыны. Бізде осының нәтижесі 35 деген санды шығарып берді. Бізде көлем қандай еді? Көлеміміз 42 еді. 42-нің жартысы қандай еді? V бөлі 2, 21. Оны 3-ден 1 бөлігі қанша еді? V бөлі 3, 14. 14 пен 21-ді қосқанда
Bir minut 21 қосу 14. 35 экранға міне 35 нәтиже шықты. Бұл көлем жалпы 42, оның жартысы 21, 3-тен 1 бөлігі 14-ке тең болғаннан кейін экранға 35 саны шықты. Енді кірпіштің ABC өлшемдері берілген. Кірпіштің көлемін толық бетінің ауданына қатынасын тап. Яғни көлемі бөлінген толық бетінің ауданы. Толық бетінің ауданы кірпіштің барлық бетінің аудандарының қосындысына тең екен. Яғни жаңа формула көрсеттім сіздерге. Ауданы мынандаймен есептеледі. Осыны ауданны полный есептейтін болсақ, толық бетінің ауданы кірпіштің барлық бетінің аудандарының қосындысы. Яғни 2-ге көбейтетін болсақ, оны толық бетінің ауданы тауып алады екенбіз. Енді көлемін бөлеміз толық бетінің ауданына. Енді бізде мына ауданын табу формуласын жазайық. А көбейтілген Б қосылған А көбейтілген С қосылған Б көбейтілген С. Так, оны 2-ге көбейтеді екенбіз. А көбейтілген Б, А көбейтілген С қосу Б көбейтілген С. Так, экранға жазайық. Аудан. Так, бізде көлем белгілі 42. S тең 2 көбейтілген жақшаның ішіне А көбейтілген Б қосылған А көбейтілген С так, мына жерге көбейтіп қосылып кетті. Қосу А көбейтілген С, Б көбейтілген С енді. Бізде аудан шықты. S десек, ауданымыз 82 болып тұр. Осыны біз жаңағы формулаға салатын болсақ, так, толық бетінің ауданы барлық бетінің аудандарының қосындысына тең. Яғни 2-ге көбейтіп жібере салайық. Өйткені 2 беті бар, кірпіштің. Оның биіктігі бар, несі бар, барлығын қосқанда 82 көбейту 2. Яғни S. Енді экранға прямой нәтижесін шығара салайық. Так, волюм, яғни көлемі бөлеміз S көбейтілген 2-ге. Нәтижесі 1,24. Яғни мен дұрыс жасадым ба, дұрыс жасамадым ба? Негізі менің ойымша 2 шығу керек. В бөлінген S, өйткені барлық ауданы. Мына есебіміз дұрыс екен біздің. Көлемін бөлеміз S көбейтілген 2-ге. Так, 1 минут. Мынаны жақшаның ішіне жазып көрсек қалай болады? Нәтиже өзгере ма? Оны да бір байқайық. Яғни жаңа заңдылықтарға көрейік. S көбейтілген 2. Нәтиже өзгерді. Жаңа біз бөлуді бірінші орындайды дедік, ереже бойынша. Мына жерде бірінші көбейтіп алды 2-ге. Одан кейін барып оны бөлімге бөлді. Сонда бізде нәтижеміз экранға келді. Мына тапсырманың барлығын орындадық. Кірпіштің өлшемдері. Каналға жазылып қойыңыз, және де сіздерге мен жаңалығым ең бірінші видеода айтқан болатынмын. Сіздерге үлкен сыйлығым бар дедім, Осы Python тілінде жазылған күшті менде нелер бар? Кодтар бар. Сол кодтарды өзіңіз шығарып көруіңіз керек. Яғни Python'да, яғни өзіңізді дамыту мақсатында қазақша есептерді мен шығарып қойдым. Оны табу үшін мына бірінші сабағымыз бар ғой біздің. Осы бірінші сабағымыздың астында комментарийға келсеңіздер, https GitHub'та мен кодын салып қойдым. Осы GitHub'та кодты басыңыз. Мына Python'да 60 трик, яғни 60 түрлі қазақша Python кодтарын салып қойдым. Осы Python кодтарын ашып, өзіңіздің компьютеріңізде жұмыс жасатып көріңіз. Мысалға, неше түрлі есептер бар ішінде. Мысалға, download дейін, жүктеп алайын өзіме, ашып көрейін экранда. Word'та мен барлығын түсіндіріп жазып қойғанмын, Python'да 60 ілгері бағдарламалар. Мысалға, элементтердің қосындысын табуға арналған Python бағдарламасы. Мына функцияның барлығын шығарып, өзіңіз қолдансаңыз болады. Нәтижесімен шығарып қойып қойдым сіздерге. Ішінде 60 есеп бар. Олардың ішінде мынандай суреттерін де қойдым.
сіздерге көрсететін мысалға нәрселер бар. Жоғарыға знактарды шығаруға болады Python кодтарын жазу арқылы. Және мынандай сандар бар. Так, мынандай нәрселер бар. Формулалар бар. Формулаларды есептейтін нәрсе бар. Және мынандай нелерді шығарсаңыз болады. Матрицаларды экранға. Осының барлығын қазақша түсіндіріп қойдым сізге. Осы кодтарды көшіріп аласыз да, осы кодты көшіріп өзіңіздің Python бағдарламаңызға салып, экранға нәтижесін көрсеңіздер болады. Бұны барлық курсқа салып қойдым. Бүкіл видеолардың астында комментарийді оқысаңыздар, сол жерге салып қойдым. Сіздерге берем деген сыйлығым осы. Бұл қазірше, келесі сабақтарда тағы да қосымша сыйлықтарды осылай әр ютубтың комментарияларына сіздерге қойып болатын боламын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.